Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын шашлықтың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы да өте оңай, және де духовкаға пісіріп алатын боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Енді фриін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге картошка қажет болады. Картошкамызды осылай бірдей қылып барлығын кесіп алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Фриді де сатып алудың қажеті жоқ. Осылай өздеріңіз өз қолдарыңызбен балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, картошкамызды мұздай су құйып, бір қасық тұз салып қойып қоямыз. Енді фаршына кірісетін боламын. Ол үшін маған 4 пияз қажет болады. 4 пиязды осылай массировканың ең майдасынан өткізіп алатын боламыз. 4 пияз, 2 чеснокты осылай массировкадан өткізіп алдым. Ең майда көзінен, өйткені майда болса, сіздердің шашлыктеріңіз өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде нан қосу керек. Нанды қосыңыздар, сонда сіздердің шашлыктеріңіздің тығыздығын сақтайды. Осылай нанды да массировкадан өткізіп алдым. Міне фаршты да өте майда көзінен өткізіп алдым массировкадан. Оның үстіне 4 пиязды, нанымызды және чесногымызды осылай массировкадан өткізген қостым. Оның үстіне өздеріңіздің қалауларыңызша приправа қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш және де шашликке арналған приправамды қостым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Және де бір жұмыртқа қостым. Енді осыны жақсылап ұрғылап тұрып араластырыңыздар. Жарты сағаттай өйстіп қолмен мыжып, ұрып тұрып араластырыңыздар. Сол кезде сіздердің шашлыктеріңіз өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бізге осылай пальга қажет болады. Өйстіп асепечканың астына осылай пальга төселейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Осылай барлық шашлыктерімізді осылай шпажкаға орналастырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Асепечкаға қоятын кезде 35-40 минутқа қоямыз. 180 градуста пісіп шығады. Іші де сырты да өте таза пісіп шығады. Осылай қойыңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай шпажкаға бәрін осылай орналастыратын боламыз. Өстіп қолдарыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды сулап алып істесеңіздер де болады. Сонда қолға жабыспайтын болады. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай барлығын осылай жасап алдым. Енді бізге сеткасы қажет болады. Сеткасына осылай барлығын орналастырамыз. Енді картошкамызды осылай кептіріп алдық. Суға салып болып кептіріп, өздеріңіз көріп тұрғандай үстіп майға жақсылап қуырып алатын боламыз. Картошканы міндетті түрде 3 мәрте, 4 мәрте мөлдір болғанша жуасыздар. Жуып болғаннан кейін кептіріп болғаннан кейін осылай майға қуыратын боласыздар. Сонда сіздердің фрилеріңіз өте дәмді, қытырлақ, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлық фрилерімді осылай қуырып алдым. Өте дәмді болып шықты. Балаларыма ұнады. Шашлыкты де міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Фрилерді осылай орташа отта пісіріп алдым. Өте дәмді болды. Пісіріп алған фрилерді міндетті түрде салфеткаға қойыңыздар. Сонда майын өзіне тартып алады. Сонда әдемі болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің фриіміз, шашлығымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Және де менің алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар түсіремін. Және де менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Соларды ашып көрсеңіздер болады. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.